алғашқы болып Нұрлан ортаға шығады, келе ғой. Баяғы сол Нұрланның биі. Фирменный биім сағым қаппын. Көп болды билемеге. Ән бірақ сәл сәйкес келмей қалды. Иә, сол. Қалайсыңдар? Қалдарың қалай, шығыла қалай? Чүкір. Епті, бесчіп. Дұрыс. Нұрлан, не болды? Неге артқа қайттың? 5-ші маусымдағы Нұрланға қайтып келу себебің не болды? Айтырым азан болмай, өз-өзімді алдап кішкене билеп көңілімді, өз көңілімді өзім көтермесем, кім көтереді менің көңілімді? Қатысушылардың бәрі келеді тағас, тап етеді. Жоқ, Камилхан ол адам екі жаққа кетеді ғой, сол кезде жалпы екеуі де бір андай депрессияға түсіп, бір жалғыздықты жақсы көреді негізі. Жалпы Нұрланға қатысты емес ол. Жалпы адам сөйтіп ойлайтын сияқты негізі екі жаққа кеткен кезде. Шұғыла ше? Шұғыла көңіл күйіңді көтеріп жүрген жоқ па? Шұғыламен бәрі жақсы, ол сырт жақта көңіл күйіміз жақсы, бір орта шыққан кез бәрі андай кішкене қорғансыз деп тұрасың ай. Көңіл күйімді ешкім көтеріп жүрген жоқ дейді. Өтіп қалды енді сіз шықпай тұрып. Қымыз жетпей жүр ма? Білмедім, ол жағын барлығы жақсы сияқты. Айтып берсін. Неше рет кездестіңіздер? Соңғы эфирдан кейін біз бір рет кездестік. Кеше кездестік. Рыбалкаға бардық. Бәрін өте күшті ұйымдастырған, барлығы жақсы. Достарыңыз болды ма қастарыңыз? Енді балыққа екеуміз ана барған сәлем қайсы болады шығар деп. Бар, қасында дос балаларым бар, өз жұптармен шықтық та. Қатысушылар емес. Жоқ, қатысушыларымыз. Қызық. Яғни достарымен таныстырып жатырсыз. Қалай екен? Достардың арасында кәдімгідей дәл қазір қалай өзін ұстап отыр, дәл солай ешқандай не жоқ, разница жоқ. Жалпы атмосфера ыңғайлы болды ма сізге? Өте атмосферно болды, маған комфортно болды. Достарыңның, яғни жүріп жүрген қыздары немесе әйелдері болған шығар, иә? Бізде негізі кездесу жақсы болды, жаңағы. Негізі бір 2 күн кездесе алмадық, дұрыс сөйлесе алмадық. Андай кішкене ренжісін білдірді, маған көңіл бөлмейсің деген сияқты. Сенбі күні біз кездесуіміз керек болды, сонымен мен жұмыстарымен кішкене босамадым да. Жексенбі күнге бір сюрприз дайындап қойдым, дайындалып, ешқандай жоспар құрма деп, сонымен көкке апардым. Болды. Пикникқа, иә. Шашлык істеп, дастархан жасап, өзіміз балық ұстап, күшті андай. Бір табиғатта отырып сөйлескен бөлек екен, андай кәдімгі тынығып қаласың, кәдімгі. Сөйлескенге де жеңілді. Әзіл түсіне біледі, өзі де кішкене әзілдеп қояды арасында. Деп қоясың ғой. Кездесудің басы кішкене ұрыспен басталды. Айтпайын деп едім, жарайды. Маған таңертеңгісін звондап тұр, өзің келе бересің ау деген сияқты. Мен ойлағам ғой, мені алып кетеді деп. Қол тимеді. Сол себепті түсіндірді, бірақ мен уже кішкене қырсық қалдым. Кейін маған айтады, мен қазір осындай заттар алам, тамақ жасайсың ба дейді. Мен қырсық тұрмын, конечно, өзің жасап ал дедім. Болды, одан кейін Нұрлан әжірін табыңдар ғой. Жоспар бойынша біз алып кету керек болғанбыз Шұғыланың үйінен ше. Сонымен қармақтың заттары бар, сол үлгермей қалдық та, сонымен соларды алып жүріп, продукты анау-мынау сағат 1-ге, 12-ге мобилар жалдап қоямыз ғой. Үлгеру керек болды да, сонымен Шұғыла біз үлгермейміз, сен өзің келе бер дедім да. Сосын қайттан звондап түсіндірдім, негізі осы жерге саяхат жаққа кел дегем о. Сәлден кейін жазып тұр, сайран бет, қай жер еді деп ше. Бір жынданып алдым, сосын шашлыкпен андай заттар жей беретін болсаң, қарны ашады бәрібір. Картошкамен тауық алам, тамақ істей аласың ба дегем о. Өзің істе деген сияқты болды. Бәттіған жерден телефонды өшірдім да, бос балаға төгілсім келіп тұр ғой. Жынданып тұрдым да, сосын жарайды деп келатты жолда. Сөйтіп жынданып отқам негізінде, сосын жақтан келатыр екен, әппақ болып қарап қалдым, ашуым бәрін ұмытып кетті. Бүкіл танысқан жігіттеріңізді үйіңізден алып кетуді талап етесіз ба? Неге алып кетпеске? Неге алып кету керек сізді жігіт просто? Бұл просто знак внимания ғой. Сол үшін сіздер ұрысып қалдыңыздар ма негізі? Ұрысып қалғанда енді айтылған сөз атылған оқ. Айтқан болатын, алып кетемін деп, значит ол алып кету керек еді. Сіз енді психологсыз ғой негізі келгенде, психологпын деп айттыңыз. Жалпы Нұрланның көңіл күйі не үшін жоқ екенін білесіз бе неге? Жалпы осы бойынша кеше сөйлескен болатынбыз, наразылығымды білдірген болатынмын, жалпы не болып жатқанына. Нұрланмен отырған кезде әрқашан анонимный звоноктар көп келеді. Иә, мен оны ашығын сұрадым. Шыныңды айтшы, кім бұл? Бір мәселелері бар шығар. Сол кезде айтты, білмеймін кім екенін, алдыңғы жолға аталған ат әлі өмірінен кетпеген сияқты. Яғни бұл кісінің мүмкін көңілі бар ма, жоқ па білмедім. Бірақ бір жыл жүрген адамның мүмкін жүрегінде бір нәрсе қалуы да мүмкін. Айту бойынша мен ол кісіні жұмыс бабымен ғана іздеймін, өзін іздемеймін, бірақ маған осылай звондайды деген сөздер болды. А неге анонимный абонент болып хабарласады? Бұғаттаулы емес шығар, е? Маған негізінде көп адам звондайды өйтіп. Жалпы бұл жаққа да өміріме де аты жоқ, бірақ басқа адамдар да звондайды ғой. Кішігірім бітпей қалған мәселелер бойынша.
Нұрлан, жалпы сенің сезімің әлі де бар ма Назгүлге? Егер бар болса, меніңше оны ашығынан айтқан жөн сияқты. Иә, Шұғыла үшін де бұл пайдалы болады. Айтқан едім, менің есімімді атапты, осындай адамдар. Ол адам менің өмірімде болған, бар және де болады да. Оған сендер ешқалай әсер ете алмайсыңдар деген сияқты контекстпен жазған. Қозы Көрпеш Баян сол күні болды ғой. Сол күні Нұрлан екеуінің махаббат видеоларында салған стористарын көріп қалдым мен. Сен оларды байқамай көрмей қалуың мүмкін емес қой. Енді оқырмандар неужели жіберген жоқсың? Жағы бір өлең жолдарын салған, соны жіберген маған. Назгүлдің сол салған видеолары дұрыс емес қой деймін да, мысалы да, егер екеуінің ортасына нүкте қойып кетті, неге сол баяғы сол архивтегі видео суреттерін Нұрланмен соларды шығарып салғандар мысалы дұрыс емес қой? Қазір өзінің бір жаңа таныстығына мысалы кері әсерін беріп жатыр осы жерде. Негізі қолдан келгенше көз жоқтың өзі жоқ деп артынан әңгіме айтудың керегі жоқ. Ішіндегісін өзіге бос жерге айтсын, ол өзінікін айтсын. Негізі ол жұмыс істеп жүрді, бір жақсы жерде. Мен бизнес ашамын дедім да, жұмыстан шығарып сол бизнес бірге бастадық, Күндерін бір күнде екеуміз екі жаққа кететін болдық. Мен ол бизнесті өзіме алып алма да болады. Бірақ мен немді жіберген жоқ та, өйткені ол мен жұмыстан шығарып алдым. Сол жақтан ол табысын табып отыр, егер мен оны алып алатын болсам, ол ештеңе салып қалады. Бизнеспен бірге қалдырып кеттім. Сонда жаққа келдім, өзім таныстықтарымды жалғастырып жатырмын. Алдын айта кеттім ғой, үй салайын деп жатырмыз, оған қомақты қаржы керек екен. Бір қымыздың жұмыстарымен жүремін. Ол жетпейді ол бәрібір. Мен Назгүлмен сөйлесіп, жолығып, қайттан товарды алып бастау керек. Өйткені кредит сен жауап бере алмайсың маған. Маған ол қазір қаржылай керек болып тұр. Андай әңгімесізден алмай қалды, өз аяғыммен келдім, өз аяғыммен кетемін деп мен саған кет деген жоқпын. Бізде де сондай болған. Ара қатынас сол үшін болған. Мен ешкімді қуған жоқпын, өзі кетті. Егер де саған ара қатынас маңызды болатын болса, ондай затты айтпау керек. Кетем, тоқтатам, болды. Егер ара қатынас шынымен де маңызды болатын болса, лучше бірге соны шешуге тырысу керек. Саған маңызды екенін мүмкін мен сезу керек шығармын. Мен мысалы сезбей отырмын. Мен сен маңызды болмасаң, вроде апармайтын кездесулерге. Компромисске келудің жолы бейді. Манипуляциямен, провокациямен бүйтіп чықлап. Компромистің күшті жолын білемін мен. Әр берік отбасының бір құпиясы бар. Компромиске келіп үйрену керек. Бүгін сен кінәлісің, ертең сенің әйеліңдікі дұрыс деген сияқты. Сен мен үшін приоритетсің, Шұғыла, ана жақ маңызды емес деп, сосын ана жақ ренжіп қалып, бизнестары құлдырап кетіп жатса, бірақ меніңше оны да қатты ойлап тұрған жоқ сияқты, бұл адамның көңілін ойлап тұр. Яғни сенің де көңіліңді қимай тұр, Назгүлдің де көңілін қимай тұр. Жақсы белгі ғой, Шұғыла, қараңызшы, егер Нұрлан отырып, сен күштісің, мен сені ұнатамын, Назгүл болды, енді сториске жариялаушы болма, енді жолама, енді бүйтпе деп мысалға, маған мүлдем маңызды емес Назгүл деп айтып тастау да мүмкін еді, басқа ер азамат болса. Экран ар жағында отырған қыздың көңілін ойлап отырғаны меніңше өте жақсы. Сіздердің де араларыңызда бәрі дұрыс емес болып екі жаққа кетіп қалсаңыздар, сізді ешқашан жамандамайды. Сондықтан бұл жерінде яғни астын сызып ойланып көріңіздер. Нұрланның сыйлығы бар деп естіп жатырмын, соны студияға алдырсақ. Сен жаңа Нұрлан бүйтіп жатсың ғой, әңгімені осыдан бастау керек еді деп. Мен саған айтар едім, бүгінгі жалпы ортаға шығуларыңды осыдан бастау керек еді. Бұндай болып кетті деп ойлаған жоқпын. Гүл шоқтары саған. Сосын бір айта кетерім бар негізі. Гүл бермей тұрып айту керек негізі. Жалпы бүгін негізі мен кешке Назгүлмен жолығам, видео түсіремін мен. Маған оны жүргізу керек бәрібір, мен амал жоқ енді. Сосын да үйренген қымызым бар осылай, айғыр. Аса балғымыр татып, мен алдында бірінші күні кездескен кезде де бергем, кәдімгі дәмі ұнапты. Күшті апа құрты бар еще менде. Ашуланған кезде ішіп алсаң, кәдімгі көмектеседі бұл. Солай ма? Шұғыла қарсы емес, Нұрлан әлізерге жауап бере алмай жатыр. Сіздер алайықшы. Алайық, эфирде алайық па жауабын? Нұрлан, сен маған сұрағыма жауап берші. қарайын ба сені? Негізі, просто андай да, екі ортада мен күйіп кететін сияқтымын. Жалпы, егер баратын болып жатсам, 10 минут жанында болып, өзінің аузынан сөздерін естігім келіп тұр да, неге шынымен де менікі де мүмкін дұрыс болмаған шығар, эфирде айтқаным, иә, Назгүл осындай жолдау деп. Ал егер бірге отырып сөйлесіп, ол маған өзінікін айтса, иә, мысалға шынымен де менің ешқандай ойым жоқ, осындай, ол ақталуға міндетті емес, бірақ чисто қыздың, қалай айтсам, қызды қыз түсіну керек қой. Просто солай. Мен оны түсінуге тырысайын, ол мені түсінуге тырысын дейсің ғой. Назгүл ақылды қыз, иә, бәлкім сен айтып жатқандай болуы мүмкін. Бірін жақтырмай қалуы да мүмкін. Былай жасайық. Не болды? Міне, өйстіп айтқан сөздерің маған көңіліме қонымды. Осылай сөйлейтін болсам, мен әрине я деп айтамын. Демек, алып барасың Шұғыланы. Егер өзі қалап, шынымен де көзім жеткіземейтін болса, өз еркі. Онда барыңыздар бүгін кешке ғой, Бұйырса. Бүгін кешке Ауысып кетпесе датасы қасық. Шұғыланың кездесуі әбден болып қалуы мүмкін.